Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен болатын травматолог ортопед дәрігері Дүйсекеев Есенғали Дүйсенбекұлы. Бүгін сіздермен қозғайтын тақырыбымыз өзекті тақырып. Ол менің қабылдауымда болатын науқастардың буын ауруларының ең жиі кездесетін түрі ол тізе буын артрозы, немесе гонартроз дейміз. Бұл аурудың анықтамасына келетін болсақ, кішігірім буын аралық шеміршектің дегенеративті дистрофиялық зақымдануы деп аталады. Яғни ұзақ уақыт осы шеміршектің қандай да бір себептер арқылы шеміршегіміз желінеді, содан осы ауру туындайды. Бұл аурумен бүкіл адамның ауруы мүмкін. Себебі бұл ұзақ уақыттық деп айтып кеттім ғой. Енді бұл ауруды көбінесе бұл аурумен кімдер ауырады? Ерлерге қарағанда әйелдер ауырады екен. Оны жоғарыда айтып кетеміз. Енді бұл буын ауруы болғандықтан кішкене буынның анатомиясына кішкене тоқталып кетейін. Яғни буында, бізде тізе буынымызда сан сүйегі және сирақ сүйегі, соның ортасында бізде буынды қаптап тұратын шеміршек бар екен. Және мениск бар, сол мениск ол да шеміршектен тұрады. Және буын сыртын капсула дейді, капсула қаптап тұрады, оның ішінде синовиалды сұйықтық болады. Маған қабылдауыма келетін науқастардың ең бірінші шағымдары ол ауру сезімі. Бірақ біз буын ауруларының ішінде ең көп кездесетін үш ауруды атап кетеміз. Яғни ол біріншісі осы бүгінгі тақырыптағы тізе буынының артрозы. Екінші ауруымыз ол артрит. Үшінші ауруымыз ол менисктің зақымдануы немесе жыртылуы деп айтамыз. Осы аурулардан біз айырмасын тауып алуымыз керек. Буын артрозын. Бәрінің бүкіл осы үш аурудың да бәрінің ең бірінші шағымы ол ауру сезімі. Бірақ әрқайсысына тән ауру сезімі болады. Біздің бүгінгі тақырыптағы артрозымыз ода қалай ауру сезімі болады? Қалай білеміз? Бірінші ол ауру сезімі ұзақ уақыт жүктемеден кейін. Яғни азаннан кешке дейін жұмыс жасайды, кешке қарай сол қатты тізеде ауру сезімі болады. Екінші, азанда құрысулар болады, скованность дейді, құрысу, тырысу болады, бірақ ол артроз кезінде 30-40 минут ғана ауру сезім, құрысу болады. Кейін жібереді. Егер құрысу ары қарай созылатын болса, онда басқа буын ауруы болады. Сосын аяқтағы тізе буынының қозғалысының шектелуі. Яғни біз қалыпты жағдайда бүгіліп жазылады, ол кезде жазылу 180 градусқа болмайды, бүгілу 110 градусқа дейін бармайды. Сол қозғалысының шектелуі болады. Енді басқа ауруда, мысалы артритпен салыстырып көретін болсақ, артрит кезінде, мысалы түннің үш бөлігінде қатты ауру сезімі немесе буынның ісініп кетуі, қызаруы болатын болса, бұл артрит ауруларына жатады. Немесе үшіншісі менисктің зақымдануы деді ғой. Ол кезде буын ауырмай жүріп, бірден бір оқыс жағдайда, травма алып қалған жағдайда болса, сол кезде ол бірден ауырып, шеге немесе ине кіргенде ауру сезімі болады. Енді буын ауруын бұл кімге барамыз? Бірінші осы ауырған кезде кімге барамыз? Бұл ауру негізі көбінесе егде жастағыларда көп кездеседі, себебі 50-60 жаста. Бірақ қазіргі кезде біздің тамақтарымыздың бұзылысы, артық салмақ жинауы, немесе инфекциядан кейін көбінесе басқа да туа біткен немесе эндокриндік бұзылыстан кейін осы аурудың қазіргі жасарғанын байқап отыр. Жастарда қазір көптеп кездесіп отыр. Енді қай дәрігерге барамыз? Осы буын артрозы болған жағдайда. Ең бірінші, осындай шағымдар болатын болса, өздеріңіздің жергілікті терапевт немесе жалпы тәжірибелі дәрігерге барамыз. Ол дәрігерге барғаннан кейін біздің барлық анализдер алу керек. Яғни осы артрозды біз анықтап алуымыз керек. Басқа нелерден айырмашылығын шығарып алуымыз керек. Дифференцировка дейді оны. Яғни ол үшін анализдерді тапсыру керек. Асло, ремма-фактор, райта-хедлсін, бруцеллез, подагра деген ауру бар, артриттің бір түрі. Оған несеп қышқылы дейді, мочевой кислота, соны тапсыру керек. С реактивный белок, осыларды тапсыру керек.
буын артрозы кезінде бұл жаңа лабораториялық нәтижелер теріс болады. Ал егер оң нәтижелі көрсететін болса, ол кезде басқа аурулар болады. Жаңа артрит немесе жаңа ревматизм дейді. Ол кезде жалпы тәжірибелік дәрігер сіздерді ревматолог деген дәрігерге жолдама береді. Ал егер осы дәрігерлер нәтижесі теріс болса, онда маған травматолог ортопед дәрігерге жолдама береді. Маған келгеннен кейін қазіргі кезде барлық емханаларда немесе ауруханаларда қол жетімді ең бірінші ол рентген сурет. Яғни рентгенге жібереміз, рентгенде не көреміз? Бізде артроз кезінде мына жерде көрсетіліп қойған бірінші, екінші, үшінші степень. Яғни артроз кезде қалай өзгерістер болады? Яғни буын бетінде шеміршек, жаңа айттым, ұзақ уақыт бойы жаңа желінеді, сөйтіп желініп осындай өзгерістерге ұшырайды. Мынау ортадағы менискіміз, мына шеміршегіміз, ол да басыла бастайды. Көрдіңіздер. Мынау екінші, үшінші дәрежеде, мына қараңыздар, қаншалықты менискінің төмен қарай басылғаны, және мынау буынның бетінің ойылып, жара тәріздес, жалпы тілмен айтқан кезде осындай өзгеріске ұшырайды. Және сүйектерді көріп отқандай, сүйектер де өзгеріске ұшырайды. Мына бірінші қалыптанғандай болады, мынау. Бұл кезде екінші, үшінші дәрежесі кезінде осы рентген сурет арқылы көре алады екенбіз, осы өзгерістер арқылы ғана. Ал басқа кезде бірінші дәрежесінде көре алмайды екенбіз. Сол үшін екінші жіберетін неміз, исследованиямыз, яғни ол МРТ, магнитті резонансты томография. Ол да не көреміз? Ол кезде рентген суретте тек қана сүйектің құрылысын көретін болсақ, ал МРТ кезде магнитті резонансты томография. Ол кезде бүкіл байламдарды, менискті, және шеміршектің қандай дәрежеде, және іште сұйықтық, кисталарды көруге болады. Бұл қазіргі кезде соңғы қолданып жүрген біздің осы тәжірибеде өте мол ақпарат осы МРТ береді бізге. Енді көрдік, рентген жасадық, анализде теріс шықты, рентгенде артроздың белгісі көрді, үшінші немесе екінші дәреже болды. Енді қалай емдейміз? Бұны біз жаңа ең бірінші емдеу, менің өзімнің қабылдауымда келіп жүрген науқастарға өзімнің емдеу тактикамды сіздерге кішігірім айтып кетейін. Бірінші не істейміз? Бірінші, буынның ішінде бізде сұйықтық болады. Жаңа айттым, синовиалды сұйықтық. Оның ішінде гиалурон қышқылы болады. Ол гиалурон қышқылы бізде оның ішінде тағы элементтер болады, хондроитин немесе гликозамин деген. Осы элементтер осы біздің шеміршегімізді жаңа қоректендіріп, оған жаңа күш беріп, осы шеміршектің осы қалпын ұстап тұруға көмектеседі. Соны емдейтін немесе оны қалпына келтіретін осы шеміршектінің. Ол бізде хондропротектор деген әртүрлі атаумен фармакологиялық бізде дәрілер бар. Мысалы, драстоп, немесе алфутоп, жаңағы протекта дейді. Неше түрлі дәрілер бар. Осы дәрілерді, хондропротекторларды біз 3 айға дейін немесе 6 айға дейін ұзақтықта осы ем-дом тағайындаймыз. Оның қазіргі кезде травматолог ортопед дәрігерлерінің арасында неше түрлі жаңа бір-бірімен талас бар. Біреулер айтады әсер етпейді дейді, біреулер айтады әсер етеді. Бірақ менің өзім тәжірибемде қолданып жатырмын. Оның әсері өте мол және науқастарыма көмектеседі. Екіншісі ауруға қарсы және қабынуға қарсы дәрілер. Диклофенак, ксефакам, лаксидол, жаңағы напров, мелоксивин деген түрлі олардың атауы өте көп. Сол осы қабынуға қарсы жаңа ауруды басатын дәрілерді жаңа бір апта немесе 10 күнге дейін тағайындаймыз. Үшінші, ол жақпа майлар, яғни буынымыз жаңа ісік болса, сыртынан қабынуды басатын, қыздыратын, және ауруды басатын, ісікті басатын жақпа майлар. Диклофенак гель, кетарал гель, немесе артракол, кладифен гель деген сияқты гельдерді қолданысқа береміз. Төртіншісі қосымша ем дейді. Қосымша ем дегеніміз ол физиотерапия дейді, физиолечение. Ол физиолечение не мен өзімнің қолданып жүргенім ең жақсы көретінім, ол лазер, магнит және фонофорез немесе электрофорез дейді. Осыларды қосымша ем түрінде береміз. Олардың да әсері жақсы. Өте бізге қазір қолданыста жасап жатыр, көмегі көп көрсетіп жатыр.
Және де менің науқастарымның ішінде ең көп сұрақ қоятын тағы бір жағдай бар. Ол буын ішілік жаңа ине дәрі енгізу. Ол жаңағы айтып кеткендей, буын ішінде бізде гиалурон қышқылы бар, табиғи. Ол бір травмадан кейін немесе бір жаңа инфекциядан кейін соның құрамының бөлінісі өзгеруі немесе құрамының жаңа элементтерінің өзгерісінен осы буынның арасында шеміршектің желінуі тезірек болады. Сол үшін осы буын ішіне гиалурон қышқылын синтетикалық жолмен қазір дәрілік препараттар шығарылған, соны біз енгіземіз. Бірақ оның өзінің көрсеткіштері бар және емдеу тактикасы бар. Менің емдеу тактикам тәжірибемде бірінші буынның ішінде қабынудың жоқ екенін көз жеткізіп алу керек. Ол үшін егер қабыну болатын жағдайда бірінші ішіне глюкокортикостероид деген дәрі бар, гормональды қабынуға қарсы дәріміз, оған дипроспан, сиртоспан дейді. Осыны бірінші енгіземіз. Қабынудың бір аптадан кейін қабынудың басылғанын көреміз. Сол қабынудың басылғаннан кейін осы жаңағы гиалурон қышқылын соның ішіне енгіземіз. Мен өзім тактикамда 3 рет қолданам, аптасына 1 реттен 3 инъекция жасаймын бір тізеге. Жақсы 3 айдан 1 жылға дейін оның көмегін көріп жатыр. Әлі күнге дейін шағымдар жоқ. Бірақ оның жаңағы ең бірінші кейбіреулер қателік жасап атады, әсер етпейді дейді. Себебі кейбір дәрігерлер немесе может жаңа өздерін емдейтіндер бар. Олар бірінші жаңа қабыну бар кезде кейбір кезде гиалурон қышқылын енгізіп жібереді буынға. Буынның ішін дайындамай, сол кезде кішігірім әсер етпей атады. Сол үшін бірінші жаңа буынның ішіндегі қабыну процесін тоқтатып алу керек. Оның кері әсері жоқ, оны қолданса болады. Енді егер осы емдер, жаңа мен тағайындаған емдер, жаңа қосымша ем, осының бәрін бірге емдік физкультура қолдану керек. Яғни осы құстың екі қанатындай сияқты екеуін бірге қолдану керек. Себебі емдік физкультураны қабылдамай, осы дәрілерді қабылдаса, ем әсер етпеуі мүмкін. Емдік физкультура ол өте жаңа буынға көмектеседі. Бірақ көбісі шатастырып атады. Мен жұмыс істеймін, үнемі қозғалыста болады тізе буыным, оны мен тоқтатпаймын, күніге мен әрбір жүрем, ұзақ жүрем, немесе жаңағы неге бау-бақшада жүрем, мен жатпаймын деп. Бірақ шатаспаңыздар. Ол емдік физкультураға жатпайды. Емдік физкультура дегеніміз ол тізе буынына ауыр күш түсірмей, жүктеме түсірмей, оны тыныштық қалыпта жасалынатын емдік физкультура. Оны емдік физкультурамды астқа сілтеме тастап кетемін, содан емдік физкультурамды көрсеңіздер болады. Осы емдік физкультурамын, осы тағайындалған емді бірге алған адам осы ауру толығымен жазылып кетпейді, бірақ осы қалыпты қазіргі келген стадиясы дейді, осы сол стадиясын тоқтата аламыз және буынды әлдеқайда жеңілдете аламыз. Енді егер осы ем-домдар қабылданбаған жағдайда, тізе буыны жаңа оң нәтиже көрсетпеген жағдайда, бізде соңғы аялдама дейді, радикалды ем, яғни операция жасау арқылы. Қазіргі таңда операцияның түрі бар, 3 түрін жасалынады. Яғни диагностикалық артроскопия, екіншісі ол коррегирующий остеотомия, үшіншісі соңғы аялдамамыз ол имплант, яғни эндопротез, буын алмасу. Бұны да толығырақ келесі видео сілтемемде көрсетіп кетемін, айтып кетемін, толығырақ тоқталып кетемін. Әр ауруға, әр операцияға қандай жақсы жақтары бар, немесе қандай кері әсері бар, немесе кімге осы оталарды жасауға болады, немесе кімге жасауға болмайды. Осыны толығырақ айтып кететін болам. Енді жоғары астыдағы подписаться деген нүктені басыңыздар, маған тіркеліңіздер. Менің келесі видеоларымды сіздердің қолдауларыңызбен көп түсіруге тырысамын. Осы тәжірибемде оқыған білімімді сіздермен бөлісуге тырысамын. Сіздермен болған бүгін травматолог Дүйсекеев Есенғали Дүйсенбекұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.